Буын аурулары. Олардан үйде қалай тез және ұзақ уақытқа құтылуға болады? Бағасы қолжетімді препараттар жайлы айтар болсақ, бүгінгі таңда бірде-бір дәрігер ол жайында тіс жармайтын, пайдасы өте ауқымды, халық арасында нағыз сұйық хирург деп аталып кеткен өнім ол димексид. Ал оның ағзаға пайдасы қандай және зиянды жақтары бар ма? Ол шынымен де көптеген аурулармен күресуге және емдеуге қабілетті. Димексидтің пайдалы қасиеттерінің тізімі мұнымен аяқталмайды. Бүгін мен сіздермен осы дәрі-дәрмекті үйде қалай дұрыс қолдану керектігі туралы бөлісетін боламын. Және бұл дәрі зиян тигізбеу үшін оның дозасы жайлы айтатын боламын. Осы сұрақтарға толық жауап алғыңыз келсе, роликті соңына дейін көріңіздер. Қазақ арнасын ауыстырмаңыздар. Димексид дегеніміз не? Бұл өнімнің белсенді ингредиенті диметил сульфоксиді. Ол көптеген қасиеттерге ие. Димексид тәуелсіз өнім ретінде қолданылады. Препарат сонымен қатар жергілікті анестетикалық, анальгетикалық, антисептикалық және микробқа қарсы әсер етеді. Ол орташа дене қызуын түсіретін қасиетке де ие. Димексидтің анальгетикалық әсері бұлшықеттер, буындар, арқа ауруы, жарақаттар, көгерулер, созылулар және әртүрлі қабынулардағы ауырсынуды тез және тиімді түрде тоқтатуға мүмкіндік береді. Димексид сонымен қатар басқа дәрілердің тері арқылы сіңуін күшейтетін және жеделдететін өткізгіш ретінде тағайындалады. Димексидтің белсенді ингредиенті тіндерге биологиялық мембраналар арқылы еніп, олардың өткізгіштігін арттырады. Нәтижесінде димексидтен кейін қолданылатын препарат қабыну аймағына оңай сіңеді. Сондықтан димексид көбінесе басқа дәрі-дәрмектермен бірге қолданылады. Яғни оның басқа дәрі-дәрмектерді тасымалдау мүмкіндігі бар. Айта кету керек, басқа жергілікті препараттармен бірге димексид ерітіндісі тіпті микробтық жасушалардың қабығына тез енуге көмектеседі. Бұл олардың антибиотиктерге сезімталдығын арттырады. Оны қандай дерттерге қарсы қолданады? Тірек қимыл аппаратының, буындардың және сүйектердің қабыну ауруларына кешенді терапия бөлігі ретінде қолданылады. Бұл ревматоидты артрит, бехтерев ауруы, деформацияланатын остеоартрит, подагра және басқа да буын аурулары. Олар қатты ішкі ауырсынумен, буындардың қабынуымен және оның қозғалтқыштығын төмендетуімен бірге жүреді. Сондай-ақ димексид сіңірлердің созылуына, көгеруге және травмалық инфильтраттарға көмектеседі. Әсіресе оны қыздырғыш және ауырсынуды басатын дәрілердің құрамында әртүрлі жарақаттардан кейін білетін спортшылар қолданады. Сонымен қатар ол күйіктерді, тромбофлебиттерді, абсцесстерді, жарақаттар мен операциялардан кейінгі ісінуді, сондай-ақ нерв невралгиясын емдеуге ықпал етеді. Бұл өнім сонымен қатар стрептодермияны, іріңді жараларды, экземаны, тері инфекциясын, фурункулезді және безеуді емдейді. Димексидтің тағы бір таңқаларлық қасиеті бір адамнан басқа адамға трансплантацияланған терінің бөтен ағзаға тез орнап кетуін жақсартады. Халық медицинасында оның емдік қасиеті мұнымен аяқталмайды. Олардың бірі димексид ерітіндісі тырнақ грибогын емдеу үшін де сәтті қолданылады. Ал косметологияда ол әжімдерге қарсы таптырмас препарат. Құрметті көрермендер, бұл ақпарат сіздер үшін пайдалы болар деген үміттеміз. Роликті достарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісе жүріңіздер және біздің арнаға жазылып, қазақ контентін дамытуға үлес қоса кетіңіздер. Әрі қарай біз сіздерге димексидті қалай дұрыс қолдануға болатындығы және зиянды жақтары жайлы айтатын боламыз. Димексидті қалай дұрыс пайдаланады? Бірінші, тірек қимыл аппараты аурулар кезінде димексидпен компресс жасау. Препараттың негізгі көрсеткіші тірек қимыл аппаратының аурулары мен жарақаттары. Дәрі ауырсынуды тез басады, қабыну процесін тоқтатады және тұрақты емдік әсерге ие. Тірек қимыл аппаратының аурулары үшін концентрат жоғарыда көрсетілген пропорциялар бойынша сұйылтылады. Димексидпен компресс жасау үшін таза шүберекті сулы ерітіндімен қанықтырыңыз. Ерітінді үшін ыдысқа 10 мл жылы су құю керек. Сонымен қатар ыңғайлы болу үшін шамамен 5 немесе 10 мл шприцті қолдануға болады. Суға 30-40% димексид ерітіндісінен 3 мл қосыңыз. Содан кейін қабынған аймақты онымен жабыңыз. Компрессті сыртынан жабысқақ пленкамен және жылы шүберекпен орауға болады. Қажет болса компрессті танып тастаңыз. Мұндай компрессті 20-30 минут ұстау керек. Есіңізде болсын, қолдану ұзақтығын өзіңіз байқайсыз. Егер теріңіз шамалы аши бастаса, күйдіріп алмау үшін компрессті ертерек алып тастаңыз.
Жедел ауырсыну кезінде процедураны күніне 3 реттен артық қабылдауға болмайды. Екінші, артрит, артроз және буын аурулар кезінде. Компрессті дайындау үшін 30-40% демексит ерітіндісі қажет. Оған жылы суға салынған ваталық диске 3-5 мл ерітінді тамызыңыз және онымен зардап шеккен аймақты жабыңыз. Буындарға арналған демексит қоспасы ауырсынуды жеңілдетіп қана қоймай, сонымен қатар буынның терең қабынуын тоқтатады. Терапевтік әсерді күшейту үшін препаратты басқа қабынуға қарсы жақпа майлармен бірге қолдануға болады. Дерматологияда қолдану. Демексит ерітіндісі стрептодермия, экзема, қызыл киек, трофикалық жаралар, әртүрлі күйіктермен тиімді күреседі және безеулердің дамуына жол бермейді. Терінің қабыну ауруларымен күреседі. Теріге зиян келтірмеу үшін қоспаны теріге сүртуге болмайды, тек аппликация жасау ұсынылады. Бұл жағдайда демекситтің 20% ерітіндісі зақымдалған жерге күніне 3 рет мақта тампонымен жағылады. Төртінші, демалу органдарының аурулар кезінде. Күніне 2 рет жарты сағат бойы кеудеге және арқаға қойылатын демексит компресстері жөтел, танзилит, астма ұстамалары, туберкулезбен күресуге көмектеседі. Халық медицинасында грибокқа қарсы. Демексит грибоктың барлық түрін жоюға көмектеседі. Ол асқынған тырнақ ауруларында тазартылады. Бірақ оның қолдану тәртібін қатаң ұстану қажет. Қолданыс алдында тырнақтарды үй шаруашылық сабынымен жақсылап жуып алу керек. Артынша 30-40% ерітіндіні ыдыста сумен араластыру қажет. Ал асқынған жағдайда ерітіндіні таза күйінде тырнаққа қою керек. Есіңізде болсын, грибок ауруына қарсы әрбір процедура алдында қолыңызға стерилді медициналық қолғап киіңіз. Ерітіндіні ваталық диспен компресс жасап қою керек. Компрессті 10-15 минут ұстаңыз, немесе әрбір 5 минут сайын жаңасына ауыстырыңыз. Нәтижесінде 1 айда грибоктан түк қалмайды. Демекситтің косметологиядағы қолданысы. Әжімді кетіру үшін бұл препаратты салкосерил жақпа майымен бірге қолдану керек. Осылайша демексит теріге енуін жақсартады. Нәтижесінде салкосерил терінің терең қабатына жеңіленеді. Қолдану алдында теріні жақсылап тазарту керек. Кейін оны 10% демексит ерітіндісімен сүртіп 1 сағатқа салкосерил жақпа майын жағыңыз. Осы аралықта жақпа май жақсы сіңеді. Қалдықтарын жуып тастаңыз және табиғи бет кремін жағып қойыңыз. Нәтижесі сізді таңғалдырады. Процедураны 4 күнде 1 реттен жасауға болады. Жалпы курс 10 процедурадан аспау қажет. Ал сіз демекситті қолданып көрдіңіз бе? Және ол қандай ауруларды жеңуге көмектесті? Комментарийде бөлісе кетіңіздер. Демекситті қолданудағы зиянды жақтары. Зақымдалған теріге жағуға және аллергиясы барларға, сонымен қатар жүктілік кезінде қолдануға болмайды. Демекситпен емделу кезінде баланы емізуді тоқтату керек. Сонымен қатар жүрек тамыр жетіспеушілігімен, атеросклероз, стенокардиямен ауырғанда, бүйрек немесе бауыр жұмысы бұзылғанда, инсульт, инфаркт, комалық жағдай, глаукома, катаракта сияқты аурулар болған жағдайда қолдануға тыйым салынады. Ал қарт адамдарға тек дәрігердің кеңесімен ғана қолдануға болады. Есіңізде болсын, қолдану тәртібін мүлдем бұзуға болмайды. Асыра пайдалану денсаулыққа кері әсерін тигізуі мүмкін. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнаға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар.